Al саламатсыздарбы оқушылар? Саламатсыздар, жарайсыздар, отырғандар. Бүгін 8-ші А сыныбы. Сабақта қанша оқушы? Сабақта 10 оқушы барлығы түгел. Жарайсың, отырғандар. Ал балалар, өткен сабаққа көз жүгіртсек, өткен сабақта үй тапсырмасы сендерге көміртектің жалпы сипаттамасы туралы өткен болуымызда. Яғни бүгінгі күнді жазып қояйық тақтаға. 28-04, 26. Бірінші назарды баққан маған қаратындар. Қазір интерактивті тақтада сұрақтар сөйлейді әдісі. Бұл бірінші әдіс. Бұл кезде не туралы айтамыз? Ал бірінші сұраққа көшетін болса, көміртек элементін ашқан ғалым кім? Ал Ақжайна сұрақ тұрады. Элементтің қарапайым табиғатын Лавуазье 1787 жылы ашқан. Дұрыс, жарайсың. Ал екінші сұраққа көшетін сұрақ көміртегінің периодтық жүйеде орналасуы, атомдық массасы және реттік номер туралы кім айтады? Ақелева. Ақсезім. Көміртек түрі қатар. Дұрыс. Қатарлылығы 4-ші топ А топшасы. Дұрыс, жарайсың. Реттік номері. Реттік номері 6, атомдық массасы 12. Дұрыс, жарайсың, отырады. Келесі үшінші сұрақ. Көміртегі атомның электрондық формуласын жазыңдар. Қайсысын жазамыз? Ал келе ғой. Енді атай ойлайсың? Көміртектің формуласы 1,2,2,2, 2,2. Дұрыс, жарайсың, электрондық формуласы. Дұрыс, жарайсың, отырады. Келесі. Көміртектің қандай қосылыстарын білесіз? Аттарын атаңыз. Ал кім жауап береді? Ал Іңкәр, айта ғой. Көмірқышқыл газы, көміртек тотығы метан кальций карбонаты, натрий карбонаты, натрий гидрокарбонаты. Дұрыс, жарайсың, отырады. Атмосферадағы көміртегінің үлесі қанша пайыз? Ал аяулым. Атмосферадағы көміртек негізінен көмірқышқыл газы болып кездеседі. Ол шамамен 0,4% болып кездеседі. Дұрыс, жарайсың. Келесі. Көміртектің табиғатта бос күйінде кездесетін түрлерін атаңыз. Ал Медина. Көміртектің табиғатта бос күйінде түрлері алмас және графит. Алмас және графит, жарайсың. Енді тыныс алу және шіру нәтижесінде түзілген қосылыс қалай аталады? Ал Бексұлтан. Тыныс алу және шіру кезінде болатын құбылыс ол көмірқышқыл газы. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері. Келесі. Енді оқу мақсаты көміртектің аллотропиялық түр өзгерістерінің құрылысын және қасиеттерін салыстыру. Көміртектің аллотропиялық түр өзгерістерінің қолдану аймағын зерттеу. Бағалау критерийлеріне келетін болса, көміртектің аллотропиялық түр өзгерістерінің құрылысын және қасиеттерін салыстыру. Көміртектің аллотропиялық түр өзгерістерінің қолдану аймағын зерттеу. Енді термин сөздер. Яғни қазақша, орысша, ағылшынша, яғни бүгінгі сабақта кездесетін термин сөздермен барлығымыз таныс боламыз және дәптерге түртіп аламыз. Бірінші, бүгін біз сабақта көміртектің аллотропиялық түр өзгерістерінде алмас, графит, фуллерен, белсендірілген көмір және карбид. Осы терминдермен таныс боламыз. Орысшасы алмас, графит, фуллерен, активированный уголь және карбид. Ағылшыншаға келетін болса, diamond, graphite, fullerene, activated carbon. Яғни осы терминдерді қазір дәптерге жазып аламыз. Яғни балалар бағанадан бері біз тақырыпты айтып жатырмыз, көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері. Яғни бізде аллотропия дегеніміз не деген ұғым пайда болады. Яғни аллотропия бір химиялық элемент атомы бірнеше жай зат түзе білу қабілетін біз аллотропия деп атайды екенбіз. Көміртек қосылыстарында коваленттік байланыс түзіледі.
коваленттік байланыс дегеніміз электрон жұбын ортақтастыру арқылы түзіледі. Мына жерде барлығы ортақ электрон жұптары бар. Яғни сол үшін бізде коваленттік байланыс түсіп тұр. Кәдімгі көміртегінің таңғажайып қасиеттері бар екенін білесіңдер ме? Нано әлемде ол мүлдем жаңа кейіпке енеді. Мынау көміртегінің тек атомдары ғана, ол фуллерен. Көміртегі атомдары бірігіп, футбол добына ұқсайтын беріп қанат құрайды. Ол Аллотропиялық модификацияға келетін болсақ, яғни ол түр өзгерістері бізде бірінші алмаз, графит, карбин және фуллерен. Яғни атомдық торлар тұр, тетраэдр көлемді, жазықтық, сызықтық, сфералық көлемді. Қазір оқулықта барлықтарын және видеода таныс болдық. Түрлерімен қысқаша енді оқулықта сендерге тапсырма беріледі. Яғни 3 топқа бөлдім сендерді: алмаз, карбин, графит. Яғни солардың физикалық қасиеттерін, кристалдық топ құрылыстарын және қолданылуын жазасыңдар. Бірінші топ қай топ сендер? Графит тобы. Графит тобына білем физикалық қасиеттерін, қолданылуын, кристалдық топ пішіндерін жазасыңдар. Келесі топ сендерге карбин, физикалық кристалл торы қолданылуын жазасыңдар. Үшінші топ алмаздың физикалық қасиеттерін, кристалл торы қолданылуын жазасыңдар. Үш топқа тапсырма берілді. Тапсырмасын пысықтау бекіту нәтижесінде карбин тобын ортаға шақырамын. Ал карбин тобы келе аламын. Ал бастай ғой. Көміртек қара түсті ұнтақ. Жарайсың. Карбиннің физикалық қасиеттері: карбин қатты болып келеді, қаттылығы графиттен жоғары, бірақ алмаздан әлде қайда төмен. Жартылай өткізгіштік қасиеті бар. Қара түсті ұсақ кристалды ұнтақ карбин сызығының құралдылығына ие. Қолданылуы, ал сезім айта ғой. Қолданылуы карбин адам организм ортасымен үйлесетін ерекше қасиеті бар. Оның осы қасиеті медицинада маңызды. Қан тамырларын дайындауына қолданылады. Дұрыс, жарайсыңдар. Ал карбин тобына қосылып қояйық. Отырыңыздар. Біз алмаз тобына берейік. Алмаз тобы шығыңыздар тақтаға. Физикалық қасиеттерге ие және олардың кристалдық құрылысы Алмаз күшсіз қатты электр тоғын өткізбейді. Дұрыс, жарайсың. Медина? Атомдық түсі бар түсі зат алмаз кристалда әрбір көміртек атомнан тұрады. Дұрыс. Келесі? Алмаз тетрадық төбелер тәрізді орналасқан. Көршілес 4 көміртек атомымен коваленттік байланысты түзіледі. алмаз әртүрлі физикалық қасиетке ие. Бұл олардың кристалдық торының құрылысымен түсіндіріледі. Ал келесі сөз кезегін графит тобына берейік. Графит тобын ортаға шақырамыз. Топтық тапсырма бойынша сендерге физикалық қасиеті кристалдық торшының құрылысы қолданылу. Айта қойыңдар. Графит пен алмаз бір-біріне айналатын жайдаттар жылу электрон тобын жақсы өткізбейді. Жылу мен электр тоғында қолданылады. Ол әлсіз болғандықтан графит жұмсақ электр тоғында жақсы өткізеді. Дұрыс, жарайсың. Графиттің кристалдық торы атомдық, бірақ графит қабат-қабат болып орналасқан. Майлы әлсіз металдық жылтырлығы бар, кристалды қара сұр, кристалды зоя. Келесі? Графит қара сұр, мүлде емес, қағазда Абсорбция дегеніміз көміртегінің еріген заттар және газдарды бойына ұстап тұру қасиетін айтады екен. Яғни мына жерде қарап тұрғандар ғалым, Зеленский ғалым, көмірдің абсорбциялық қасиетінің негізінде сүзгіш противогаз дайындаған. Мына противогазды кім дайындаған екен сонда? Зеленский. Яғни бұл улы заттардан адамды құтқару үшін. Ал қазір Айдын противогазды киіп оқушыларға көрсете ғой. Яғни қатты улану жағдайы болған кезде біз противогаз арқылы біз өмірімізді сақтап қала алады екенбіз. Балалар ой толған тапсырмалары 3 топқа беремін. Яғни бұл жерде бірінші
төрт тапсырмадан ортаға төртінші генетикалық байланыс, көміртекке байланысты қалған үшеуін есеп орындау отырып, ойланып, қазір барлығымыз тақтаға кезек-кезегімізбен шығамыз. Келесі екінші есеп массасы 7,4 грамм кальций гидроксиді қанша көлем көмір қышқыл газымен әрекеттеседі. Ал екінші топтан назым келе алады. Массасы 7,4 грамм кальций гидроксиді 2,24 көмір қышқыл газымен әрекеттеседі. Үшінші есепте массасы 88 грамм көмір қышқыл газында 24 грамм көміртек бар. Ал жарайсыздар балалар, бірінші, екінші, үшінші есепте өз деңгейінде дұрыс шықты. Енді төртінші тапсырма, деңгейлік тапсырма, генетикалық байланыс. Ал бірінші пирожшағы. Дұрыс, жарайсың. Ал ләззетке шығып берілуі. Дұрыс, жарайсың. Ал оқырады. Дұрыс, жарайсың. Тапсырма кездеген. Ал назым. Көміртек атомдар түтік тәрізді талшықтар түзуге қабілетті және олар не деп аталады? Алайдың. Дұрыс, жарайсың. Нанотүтіктер. Келесі, қатты заттың бетінде газ тәрізді еріген заттардың сіңірілуі не деп атайды? Медина. Оқушылар қазір мына жерде бағыттарына парақ беріледі, яғни бұл парақта өзіңізді бағалау парағы. Яғни бұл жерден бүгінгі сабақтан ұққан 3 тіркес сөз, қандай тіркес сөз ұқтыңдар? Бүгінгі сабақтан ойға түйген 2 ұғым, бүгінгі сабаққа қатысты 1 сұрақ, мені қызықтырғаны және бүгінгі сабақтан алған бағам. Өздеріңді бағалайсыңдар. Түсінікті ғой, қазір тарап берем бағыттарға. Ал балалар қазір барлықтарына бағалау парақтары таратылады. Яғни бұл бағалау шкаласы 10 балдық. Яғни бұл алдарында тұрған қазақтың аспабы, киелі домбырасы. Яғни бұл жерде домбыраны не үшін бұл тақырыпқа байланыстырып беріп отырмын? Қазіргі таңда бізде көптеген жаңағы электрондық домбыралар шығып жатыр. Сол электрондық домбыралардың тектері, жаңағы жүктері көбінесе көміртегі арқылы өңделген екен, яғни соған қатыстырып сендерге осы домбыраны бердім. Қазір мына жерге аты жөндерімді жазып, сол арқылы тапсырманың дескрипторлары арқылы өздеріңді бағалап, баға қойып отырсыңдар. Түсінікті ғой? Ал балалар, мына көрнекілік сендерде бұл жерде тасты көмір тас. Балалар, бүгінгі сабағымда құндылыққа байланыстыра кететін болсам, сендердің қолдарында тұрған, менің қолымда тұрған, сендерге көрсетіп тұрған аппақ бар. Дұрыс па? Алдыда аппақ бар. Енді мына қолымдағы менің карандаш, қара карандаш. Яғни бұны не үшін сабақпен байланыстырып отырмын? Себебі карандаштың ішіндегі заттар бізде график, яғни график. Мынау бізде ақпарақ. Ақпараққа алып мен белгілі бір іс сызатын болсам, ода не қалды? Із қалды, яғни. Сол секілді балалар, сендер дүниеге келген кезде, мына аппақ парақ сияқты тап-таза беттен тұрады екенсіңдер. Ал сендер біртіндеп келе өздеріңнің жасап жатқан іс-әрекеттеріңе не қалдырады екенсіздер?
із қалдырады екенсіңдер, иә. Яғни сендердің болашақтарыңа батыл қадам, дұрыс шешім қабылдау үшін, орны жоғары жерден із қалдыру үшін сендерге жақсы амалдар, жақсы тәртіпті оқушы болу керек, иә. Яғни біз өзіміз қалай артымыздан із қалдырамыз, біз солай тұлға болып қалыптасады екенбіз. Яғни бұл жерде графиктің құндылығымен түсіндіретін болсам, әрқайсымыз өз өмірімізде жақсы із қалдыруға міндеттіміз. Бүгінгі сабақта оқыған 3 тірек сөз: аллотропия, графит, карбид. Бүгінгі сабақтан ойға түйген 2 ұғым. Бүгінгі сабақта мен аллотропияның қандай екенін білдім, аллотропияның құрамын білдім. Бүгінгі сабақтан ұққан 3 тірек сөз: алмаз, графит, карбин. Бүгінгі сабақтан ойға түйген ұғым: графин қолға ұстағанда майлы әлсіз металдың жылтыры бар. Алмаз атомдық кристалдың торы бар түссіз зат. Бүгінгі сабаққа Ал балалар, қазір бағалардың қалайын күнделікті қоямыз. Мына жерден Ажар 8 балл, Назерке 8 балл, Ақсезім 8 балл, Ақжайна 9 балл, Мирас 8 балл, Бексұлтан 8 балл, Медина 9 балл, Аяулым 7 балл, Аяулым 9 балл, Айдын 9 балл. Одан кейін кім мына жерде аты жазылмай кеткен? Сезім 8 балл, Назым 9 балл. Кім аты аталмады? Іңкәр 9 балл.